математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы диаграмма және пиктограмма құру. Бұл сабақта сен пиктограмма құруды және оны оқуды үйренесің. Диаграмма құруды білесің және оны оқи алатын боласың. Балалар, бізде екі кесте берілген. Екі кестеде де футболға, жүзуге, гимнастикаға қатысатын балалар туралы мәлімет берілген. Енді осылардың қайсысы пиктограмма, қайсысы диаграмма? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бірінші кестеде бізге мәлімет сурет арқылы берілген. Яғни бұл пиктограмма. Ал екінші кестеде мәлімет баған түрінде берілген. Яғни бұл диаграмма. Енді балалар, бізге мынандай тапсырма беріліпті. Қанша кәмпит бар? Мәліметті пиктограмма арқылы көрсет. Бізге Қарақұм, Әйгерім, Алатау кәмпиттері берілген. Қарақұм кәмпитін сары дөңгелекпен, Әйгерім кәмпитін көк дөңгелекпен, Алатау кәмпитін жасыл дөңгелекпен белгілеп, пиктограмма салайық. Сонда бізде мынандай пиктограмма шықты. Қарақұм бізде 6 кәмпит екен, Әйгерім 4 кәмпит, Алатау 3 кәмпит екен. Енді осы пиктограмма арқылы берілген мәліметті диаграмма арқылы көрсетейік. Яғни пиктограмманы диаграмма түрінде көрсетеміз. Диаграммада біз балалар тіктөртбұрыш пен шаршыларды қолданамыз. Яғни Қарақұм бізде сары баған Қарақұм кәмпиті, көк баған Әйгерім кәмпиті, жасыл баған Алатау кәмпит екен. Енді мына сұраққа жауап берейік. Қарақұм кәмпиті Алатау кәмпитіне қарағанда нешеуі артық? Қарақұм кәмпиті 6, Алатау кәмпиті 3 екен. 6 артық 3-тен екенін білеміз. Енді қаншаға артық? Ол үшін балалар үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 6-дан 3-ті азайтсақ 3-ке тең. Сонда Қарақұм кәмпиті Алатау кәмпитіне қарағанда 3-ке артық. Келесі сұрақ. Әйгерім кәмпиті Қарақұм кәмпитіне қарағанда нешеуі кем? Әйгерім кәмпиті бізде 4 екенді, Қарақұм кәмпиті 6 екен. 4 кем 6-дан. Енді нешеуі кем? 6-дан 4-ті азайтамыз 2-ге. Сонда Әйгерім кәмпиті Қарақұм кәмпитіне қарағанда 2-ге кем. Жарайсыңдар балалар, біз диаграмманы оқуды білеміз. Енді балалар, оқулығымыздың 98-99 бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Ал жұмыс дәптеріміздің 95-96 беттеріндегі тапсырмаларды өз бетіңше орында. Жарайсыңдар балалар,